Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай ерекше, өте әдемі, дәмді болып шығатын түркше самса дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды саламыз. Оған тұз бен қопсытқышты салып араластырып, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап езіп, крошка жасап аламыз. Жақсылап бәрін араластырып болғаннан соң, оның үстіне кез келген пайыздағы қаймағымызды салып, үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды пакетке орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы арада біз салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге кез келген еттен фарш керек болады. Сосын бір картопты үкіштің осындай ірі көзінен өткізіп аламыз. Сосын бір пиязды да дәл осы үкіштен өткізіп алатын боламыз. Енді оның үстіне тұз саламыз, кориандр, сосын зира саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған салмамыздан осындай қолымызбен қысып, осындай ұзындау формалар, котлеталар жасап аламыз. Міне бізде осындай котлеталар дайын болды. Енді қамырымызды жаямыз, жұқалау етіп жайып аламыз. Жұқа етіп жайып алған қамырымыздан ленталар кесіп аламыз. Осындай 2 саусақтың көлемінде кесіп шығамыз. Мен осындай кесетін насаткамен кестім. Жай пышақпен кессеңіздер де болады. Енді біздің салмадан жасап алған осы котлеталарымызды қойып, осылай әдемілеп түйіп аламыз біздің самсаларымызды. Артық жерін алып тастаймыз. Ұшына су шығып кетпеу үшін қысып жауып қоямыз. Барлығыны дәл осылай түйіп шығамыз. Оны осылай рогалики сияқты ораймыз. Көрдіңіздер ғой, рогалики сияқты орап шығамыз. Міне дайын болған самсаларымызды листке пергамент қағазын төсеп, самсаларымыз қойып шығамыз. Оның үстіне жұмыртқа жағып шығамыз. Сосын үстіне күнжіт себеміз, әдемі болып шығу үшін. 200-220 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут үсті қызарып шыққанша пісіріп аламыз. Міне бізде самсаларымыз дайын болды. Өте әдемі болып шығады. Қамыры песочный болып күрсілдеп тұрады.
Дәмі де өте ерекше, салмасы өте жұмсақ, сочный болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қонақтарға, дастарханға қойғанда да әдемі болып дастарханыңыздың көркін ашып тұруы сөзсіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.